Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Менің каналыма тіркеліңіздер. Бір ғана қоңыраушаны басу арқылы маған кереметтей көңіл күй сыйлайтындарыңызды білсеңіздер ғой. Ендеше бүгін мен сіздерге сорпадан жасалатын қамырды көрсетемін. Міне мен ет салып қойдық, соның сорпасын және алдым. Қазір қалай алғанымды көрсетемін сіздерге видео барысында. Ешқандай да тұз да қоспаймын, түк те қоспаймын, тек осы ыстық сорпаға ғана қамырды илеймін. Біз отбасымызбен осы қолдан жайылған жайма, кеспе көже жақсы көреміз. Мен қасықпен араластырып жату себебім сорпа өте ыстық. Мен сіздерге осы қамырдың жайылуын көрсетейін деп жатырмын. Жұмыртқа да қосқан жоқпын, ештеңке қоспадым. Тек майын қалқып сорпа алып келдім, болды. Міне, енді ары қарай қолмен илеймін. Сорпаға иленген қамыр тура қандай күшті болады. Оны қазір майлы сорпаға салған кезде тіпті дәмді болады. Міне, иен қандырып қамырымызды иледік. Енді қазір жаямыз. Тек қана сорпаға ғана иледім.
бүгін күн аяз. Сондықтан баяғыда әке-шешелеріміз солай істейтін. Күн аязда міндетті түрде сорпа, ет желіну керек деп шешеміз айтатын. Сондықтан бүгінде бізде аяз. Жалпы біз осы қамыр жасап, ет асып, сорпа ішкенді жақсы көретін отбасымыз. Енді оны әрбір қазақ жақсы көреді ғой. Міне, қамырымыз дайын болды. Кішкене оқтауымыз кішіректе болып кетті. Қамырымыз өте үлкен болды. Не әп-сәтте қамырымыз, жаймамыз дайын болды. Бағана салып кеткен етіміз міне сүйегінен сылынып пісіп қалыпты. Ой, жарықтық. Жайманы пісіріп алам. Жайманы төртке бөле салам. Өз көргендей бір езіліп, сондай болған жоқ. Сорпамен елеңіздер қамырларыңызды. Мінекейлеріңіз біздің әп-сәтте беш бармағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Қамырымыз сорпадан жасадық. Сіздер де осындай рецептімен қамырларыңызды жасаңыздар. Құрметті менің көрермендерім, менің каналымды енді ғана көріп жатсаңыздар, менің каналыма міндетті түрде бір ғана қоңыраушаны басу арқылы менің каналыма тіркеліңіздер. Осы бір ғана қоңырауша маған қандай көңіл күй сыйлайтынын білсеңіздер ғой. Сіздермен әдеттегідей бірге болған Ардақ Әлібековна. Менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.